Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен вазелиннің пайдасы туралы айтатын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Вазелин майын көбінесе ерін жарылғанда жағамыз. Алайда вазелиннің одан да өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Ол тек медицинада ғана емес, металдарды коррозиядан қорғауда және электроникалық өнеркәсіпте де қолданылады. Ең тиімді тұсы оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағада алуға болады. Осы орайда вазелиннің күнделікті өмірде қолданылар пайдалы тұстарын айтуды жөн көрдік. Бірінші, шаш бояу кезінде теріні қорғайды. Шаш бояуы құлақ, мойын, маңдай терлеріне жақса, кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесіде шаш бояулар алдында теріңізге вазелин жағып алыңыз. Одан тиген бояудан тез құтыласыз. Екінші, бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданылады. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездер болады. Сол сәтте бәрін жуып басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып артық тұстарын өшіріп тастаңыз. Үшінші, кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, күнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, бір айда оң нәтижесін байқауға болады. Төртінші, әтір иісі тұрақтылығы үшін сүйікті парфюміңіз теріде барынша ұзақ сақталу үшін құлақтың түбіне, білекке және басқа да әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда әтір суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды. Бесінші, тері ауруы мәселесінде медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде, тамшы майс ретінде қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артынан теріңізге жақсаңыз, теріңізден оң нәтиже байқайсыз. Алтыншы, тұмаумен ауырғанда, тұмауратып ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәтте вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселелерден тез әрі оңай құтыласыз. Жетінші, сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны бір шама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тығу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.